Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Мадина, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге үй жағдайында оңай әрі тез жасалатын, көп нәрсені қажет етпейтін, өте шырынды болып шығатын котлеттердің рецептісімен бөліспекшімін. Видео ұнап жатса маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Әр апта сайын сіздерді жаңа видео рецепттермен қуантамын. Ең алдымен ыдысымызға батон нандарымызды салып алып, үстінен кішкене ғана сүтімізді құйып, ыстық суымызды құйып, нанымыз жібігенше 10-15 минутқа қойып қоямыз. Нанның батон немесе бөлке болғаны жақсы, басқа нандар дұрыс жібімейді. Пиязымызды блендеріміз арқылы езіп аламыз да, артық суын сита арқылы осылай үлкен қасықпен алып тастаймыз. Жаңағы езілген нандарымызды да дәл солай ситамыз арқылы артық суын үлкен қасығымызбен алып тастаймыз. Пиязымыз бен нанымыздан суын толықтай алып тастағаннан кейін тартылған етімізді қосып, үстінен бір жұмыртқамызды қосып, дәмімізге қарай тұзымызды, қара бұрышымызды, кішкене ғана сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін котлеттерімізді видеода көрсетілгендей қолымызбен ұрып, дөңгелек формаға келтіріп аламыз да, алдын ала пергамент қағазы төселген противенімізге орналастырып, пешімізді 200 градусқа қыздырып алып, 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Барлықтарыңызға ас болсын.